Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Әлібек тісіңді тазала. Әлібек, чисти зубы. Балалар, бүгінгі сабақта біз мәтінді түсініп оқимыз, мәтінге байланысты суреттерді табамыз. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздерімен танысайық. Тара, бет, тарайды, тарамайды, расчесывает, не расчесывает, тазалайды, тазаламайды, чистит, не чистит. Балалар, жаңа сөздерді сөздік дәптерге жазып алыңыздар. Ребята, запишите новые слова в словарь и выучите их. Енді жаңа сөздерді сурет арқылы есте сақтайық. Шашты тарау, расчесывать волосы. Тісті тазалау, чистить зубы. Жуну, умываться. Жақсы балалар, есте сақтайық. Мен шашымды тараймын. Я буду расчесывать свои волосы. Сен шашыңды тарайсың. Ол шашын тарайды. Мен тісімді тазалаймын. Я буду чистить зубы. Сен тісіңді тазалайсың. Ол тісін тазалайды. Это, ребята, у нас личные окончания. Сен тісіңді тазала. Ты чисти зубы. Анель, шашыңды тара. Анель, расчеши свои волосы. Тыңдалым. Мәтінді тыңдаймыз, қайталаймыз, оқимыз. Слушаем, повторяем, читаем. Ребята, внимательно слушаем текст и попробуем некоторые предложения перевести сами. Мен күнде ерте тұрамын. Каждый день я встаю рано. Беті қолымды жуамын. Тісімді тазалаймын. Шашымды тараймын. Ботқа жеймін, ем кашу. Шырын ішемін. Мен тазалық сақтаймын. Я соблюдаю чистоту. Тазалық сақтасаң, ауырмайсың. Если будешь соблюдать чистоту, не будешь болеть. Тағы бір мәрте оқиық. Мен күнде ерте тұрамын. Беті қолымды жуамын. Тісімді тазалаймын. Шашымды тараймын. Ботқа жеймін. Шырын ішемін. Мен тазалық сақтаймын. Тазалық сақтасаң, ауырмайсың. Жақсы балалар, айтылым. Сұрақтарға жауап бер. Ответь на вопросы. Сен беті қолыңды жуасың ба? Ты умываешься? Сен тісіңді тазалайсың ба? Ты чистишь зубы? Сен шашыңды тарайсың ба? Ты расчесываешь свои волосы? Сен тазалық сақтайсың ба? Ты соблюдаешь чистоту? Ребята, это задание вы отправляете голосовым сообщением учителю. Ойлан. Мәтінге байланысты суреттерді тап. Вам нужно найти картинки, которые соответствуют содержанию текста. Ойланыңдар, подумайте. Ал енді тексерейік. Иә, мен шашымды тараймын. Тісімді тазалаймын. Беті қолымды жуамын. Эти три картины соответствуют тексту. Мен шашымды тараймын. Тісімді тазалаймын. Беті қолымды жуамын. Жақсы балалар. Дәптерлеріңді ашыңдар, бүгінгі күнді жазыңдар. Әлібек тісіңді тазала. 4-ші тапсырма, 11-ші бет. Жазбаша письменно. Сөйлемді толықтырып жаз. Дополни предложение и перепиши.
Вам нужно вместо картинки вставить слово и переписать предложение. Жақсы балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.